Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әлеуметтік экологиялық проблемаларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу бойынша жалпы экология пәнінен жаңа тақырыбымыз. Ағза тұтас жүйе ретінде биологиялық ұғымның деңгейлері. Сабақтың мақсаты студенттерге ағза тұтас жүйе ретінде екендігін түсіндіру, экологияда биологиялық ұйымның деңгейлерімен таныстыру. Ағза немесе организм белгілі ортаға өз бетімен тіршілік етуге бейімделген, тірі және тарихи қалыптасқан бір тұтас жүйе. Тұқым қуалаушылық қасиеттеріне сәйкес өзіне тән құрылысы мен даму ерекшелігі бар. Құрылысы мен қызмет ерекшелігіне байланысты органдар жүйелері мен ақпараттары дене, сом, ішкі органдар және байланыстырғыш болып бөлінеді. Құрылысына байланысты қабатты, түтікше және парехималық болып бөлінеді. Организмнің құрылым бірліктері жасуша, ұлпалар және мүшелер. Организмдер бір жасушалы және көп жасушалы болып бөлінеді. Бір жасушалы организмдердің ішінде колониялар түрлері бар. Тірі ағзалар денесінде заттардың тек физика-химиялық өзгерістер мен күрделі физиологиялық құбылыстары жүріп қана қоймай, сол сияқты онда сапалық биологиялық заңдылықтар байқалады. Мысалы, ыдырау, синтезделу, заттар, энергия, ақпарат сияқты тасымалдану барлығы тірі организмдерге тән қасиеттер. Тірі организмдерге тән қасиеттерін келесі түрі ол өздігінен жаңару, өздігінен көбею және өздігінен реттелу болып табылады. Өздігінен жаңару ол заттар мен энергия ағындарынан байланысты. Зат алмасу кезінде тірі ағзамен байланыста болып, сыртқы ортадан әртүрлі компоненттермен толығып отырады. Ағза бұл сыртқы ортамен үздіксіз байланыста болатын ашық жүйе. Жоғарыдағы айтылған тірі ағзаларға тән қасиеттер, яғни ол өздігінен реттелу, өңдеу және жаңару. Екіншісі өздігінен көбею. Бұл бірін-бірі алмастырып отыратын ұрпақтар жалғасын қамтамасыз ететін процесс, және ол ақпараттар ағынына байланысты болады. Тіршілік жеке биологиялық жүйе болғандықтан, әр биологиялық жүйенің өзіне тән тіршілік уақыты шектеулі, кез келген деңгейде тіршілік репродукциямен байланысты. Сондықтан түр түзушілігі үзілмейді. Үшіншісі ол өздігінен реттелу. Ол заттардың энергия және ақпарат ағындарына байланысты. Ағзаның химиялық құрамы мен физиологиялық процесс ағымын тұрақты ұстап тұру қасиеті. Өзін-өзі реттеу ағзада ағзаның ішкі ортасын тұрақты етіп ұстасу гомеостаз деп аталынады. Ағзаның ішкі ортасын сақтап тұру барлық тірі ағзаға ортақ қасиет. Мысалы, егер қанда қанттың мөлшері артып кетсе, ұйқы безі жасушалы инсулинді көбірек бөле бастайды. Ал қанттың мөлшері төмендесе, бауырдағы гликоген жұмсалып, қанда қант мөлшері көтеріледі. Тіршіліктің жоғарыда келтірген түпкілікті қасиеттері оның негізгі белгілерін қалыптастырады. Олар заттардың және энергияның алмасуы, тіркену, гомеостаз, көбею, тұқым қуалау, өзгергіштік, жеке және филогенетикалық даму, тіршіліктің дискреттілігі және біртұтастығы. Тіршіліктің бірнеше түрлері бар. Жасушалық, молекулалық, ұлпалық, мүшелік, организмдік, популяциялық түрлік, биоценоздық және биосфералық. Соның ішіндегі ең маңызды, яғни соңғы деңгейлеріне тоқталсақ, популяциялық түрлік, биоценоздық және биосфералық деңгейге. Популяциялық деңгей өзіне тән табиғи орта жағдайына бір түрге жататын белгілі бір аймақта таралған даралардың жиынтығын құрайды. Популяция дегеніміз бір түрдің жеке өз алдына оқшауланған әрі көптеген даралардан тұратын тобы. Популяциялық деңгейде ғана алғаш рет қарапайым эволюциялық өзгерістер байқалады. Ол бірте-бірте жаңа түрдің пайда болуына септігін тигізеді. Екінші ол биоценоздық деңгей. Әр алуан ағзалардың түрлері мен популяциялық тіршілік ортасынан жинақтала келе биоценоз түзеді. Бұл тіршілік жаратылымы биоценоздық деңгейдің қарапайым өлшем бірлігі.
биоценозға алуан түрлі өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар және ұсақ ағзалардың бірлестігі, сондай-ақ тірі ағзалар орныққан тап сол жердегі литосфера, гидросфера және атмосфераның құрамдас бөліктері. Тіршілік иелері қоршаған ортамен өзара байланыста болады, өйткені тіршілік ететін әрекетіне қажетті заттар мен энергияны тұтынады. Келесі ол биосфералық деңгей. Жер ғаламшарындағы барлық тірі организмдер мен олардың тіршілік ететін жалпы табиғи орта жағдайларының жиынтығы биосфералық деңгейді құрайды. Биосфералық деңгейде басты рөлді тірі заттар, яғни жер бетіндегі барлық тірі ағзалар атқарады. Биосферадағы жанама заттар мен тірі ағзалардың тіршілік ететінен пайда болған биожанама заттардың да маңызы зор. Биосфералық деңгейде бүкіл жер бетіндегі заттар мен энергияның айналымы биосферадағы барлық тірі ағзалардың тікелей қатысу арқылы жүріп отырады. Құрметті студенттер, Платонс платформасы арқылы берілген тапсырмаларыңызды орындап, алдыларыңыздағы бағалау критерийлеріне сүйене отырып, тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.